саламатсыздар ма? Мен андай ютубтың ішіне кіріп кеткен сияқты болып отырмын. Да? Экранды ұстап Пауза деп па? Микрофон кейінше пауза қойып. дауыстарыңыз прям ютубтағыдай шығып тұр ғой ше. Менде сұрақ, мен тұрмыстамын, 3 балам бар, жасым 30-да. Вообще не похоже. Студентка екен деп отырмын. Рахмет. Тағы айтыңыздаршы деп. Жасың неше? Баланы өзің тудың да десең. Қазір декреттегі анамын, балам кішкентай. Бұрын мысалға менде бір бала болғанда, бала болмас, бұрын мен всегда айтатынмын. Все, измена это... Все, короче, мен бұрылам да кетем депші. Бірақ баланың саны көбейген сайын... О, спасибо за откровение. Обожаю, да. Вот честно, баланың саны көбейген сайын, мен подружкаларым арасында айтам, типа, но в глубине души я понимаю, что просто впендриваюсь. И по факту, когда сондай жағдаймен басыма келген кезде, мен как будто бұрылып кете алмайтын сияқтымын. Но я хочу, чтобы внутри меня была такая опора, чтобы я, когда это говорила, менің миым и жаным соған сенсін. И вот сол уверенностьті бар жан тәніңмен сеніп, сол внутренняя опора ішіңнен пайда болып, вот менде уверенность болатындай не істеуге болады. Финансово, хотя бізде мысалы общенажитое имущество бар. Мен финансово білем, біз оны сатамыз. Менде мысалы қандай да бір капитал болады. Мен жұмыс істей аламын, балаларымды асырай аламын, мамам бар, могу там временно пожить, там үйімді сатам, бүйтем істем деп та. Бірақ бәрібір андай, кішкентай кезіңнен андай, балаларға керек қой, ол қалай, анау мына, вот это вот все тревога бәрібір бар, да? И я хочу быть психологически быть подготовленной. Жаманшылық шақырам деп те қорқасың ғой кейде. Но я понимаю то, что нет, мен бүкіл плохой сценарийді миымда обдумывать ету керекпін. Мен миыммен соған дайын болсам, басыма келген кезде менде обдуманный уже выходтар болу керек та. Но бәрібір менде тревога бар. Мен кете алмайтын сияқты боламын ше. Ол тревогаға не бар ма? Себеп бар ма? Или просто так жатып а если он изменит деп ойладым? Жоқ, себеп жоқ. Құдайға шүкір, у меня очень вовлеченный муж, бытовой инвалид емес, бәрін бөледі. Қазір мысалға 3 баланы сол қарап отырмын, мына жақта отырмын спокойно ше. Он жамандап деп қойсай. Если что, одан кетеді. Ешқандай повод жоқ та. Да. Бірақ менде самооценкамен проблема бар сияқты. Хотя менде ондай ситуация емес, чтобы у меня была самооценка проблема. Но мысалға қыздар бар, у которых хуже ситуация. Олардың самооценкалары вообще қирап жатыр ғой. Сол самооценканы көтеруімізге қалай болады деймін да. Вдруг если нам изменит. Білмеймін, менің көзімнің көруімде ешқандай самооценкамен проблема көріп тұрған жоқ. Да. И бұл жерде даже при постановке вопроса сенде ешқандай самооценкамен проблема жоқ. Сондықтан андай ми кейде болады енді солайша, жаңағы драматизация, жаңағы Карпманның үштігінде мені кім құтқарады, а мен өзім құтқарамын. Это банально может быть любовь, понимаешь? Это не самооценка, любовь. Вот ты любишь своего человека, все. И ты понимаешь, егер ол маған сонда иттік жасаса, мен сол махаббатымды қиып кете аламын ба дегендей. Понимаешь? И это норма. Это да, норма. Мынандай, мысалы да, өткенде не болды? Қай күн еді, құдай ау? Суббота күні ма, воскресенье бір апта бұрын. Не болды? Телефонымыз шырылдап, землетрясение деп, алматыдағылар бәрі. Да? Астанада тыныштық. Да. Бізде сондай сигнал болды. Жалпы біздер алматылықтар сейсма районда тұрғандықтан бізге сондай меры предосторожности бізге үйретеді. Иә, қауіпті жағдайда не істеуіміз керек, айтады, үйретеді. Сол сияқты мысалы қауіпті жағдайға сен дайынсың, но қанша сен дайын болсаң да сен бәрі қорқасың ғой. Иә, жер сілкінсе, үй құласа тағы бірдеңе дейсің, туған туысың үшін қорқасың басқа. Тура сол сияқты, как бы ты ни была готова, это все равно страшно. Но финансовая подушка, уверенность в себе как в специалисте, яғни еңбек нарығында актуалды маман болып қалу, өзіңнің ақшаң болуы, бұл жақсы қауіпсіздік кепілі. Негізі осындай қауіпсіздік подушкасы бар әйелдермен мужчины чаще всего не разводятся. Может, просто үйде тұрып қалғаннан кейін шығар, кішкене завтра выйду на работу и уверенность. Үйде отырғаннан кейін. Уақытым көп ау сенің десең. 3 баламен уақыт көп болмайды. Просто скучно становится. Ты вот в стенах, в одних стенах, одни и те же. Жаңа 3 баламен ше, ананы тұрғызасың, ананы тамақ жейсің, ана жатқызасың, ана бүйтесің. Айналып жүре берген кезде адам жынды көте жаздайды. Вот этот момент, он как бы шаршайсың кішкене ментально. Кортизол саған әртүрлі ойлар лақтырады. На тебе. Сұрақ? Так что қорқпа, сен жамандық шақырма. Рахмет. Но ты молодец, что ты готовишься. Yeah. То есть подушка болғаны, андай аузыңнан қайып, не істеймін деп отырмай. Сүйем мен.
Мен сұрағым андай кішкентай онша емес болып көрінуі мүмкін, бірақ просто мен ақылдасатын ешкімім жоқ. Үйде средний ребенокпын, и мамамнан сұрасам да ондай қатты бір күшті ақыл айтпайды да. И поэтому сіздерден сұрағым келеді. Мен осы жылы 4-ші курс бакалаврды бітірем, и менде бір екі вариант тұр: магистратура или үйге барып жұмыс істеу, потому что гранттың отработкасы бар, или болмаса магистратураға басқа қалаға түсем деп. И менде мынандай болып тұр: если мен магистратураға түссем, қайттан студенттік өмір, там жаңағыдай үйден сепарация, там күшті бір жағынан, бірақ ол жақта уже тек стипендия ғана өмір сүресің да, потому что сен грантқа түссең жұмыс істей алмайсың, а если сен платкаға түссең, онда еще платканың ақшасын да шығаруың керексің, и еще жұмыста істеуің керексің деген сияқты. А если мен үйге барсам, бір жағынан құл болам, екінші жағынан көрінбейтін құл болам. Сосын сепарация болмайды, и андай білінбейді да, сен как будто бір оқушы сияқтысың. И ойланып тұрмын енді, не істесем болады деген сияқты. ChatGPT не деді? ChatGPT-мен сөйлеспеймін, потому что ол Сенбеймін оған. ол эмпат емес, біріншіден ол искусственный интеллект. И мен оған даже сұрақ қойсам, ол сен қалай ойлайсың? Ол просто келісе береді да. Ол аналитика жасайды да, рисктерді есептейді. Когда ты рассказываешь, да, какая аналитика, какой риск. Все зависит от твоих потребностей, что ты хочешь. Я үйде жұмыс істегім келмей ма, онда платный магистратураға бар, зарабатывай больше. Как бы, да? Тут на жерде андай бесплатный магистратураға барсаң, я сен жұмыс істей алмайсың, только стипендияға өмір сүресің, а на эти деньги как бы, выжить невозможно. Ну и домой ты не хочешь. Более-менее подходящее это платная магистратура. Значит, будешь больше зарабатывать. Менде кішігірім сұрақ, бір ой мазалап жүрген. Өзім жасым 25-те, тұрмыста емеспін. Өзімнің хотелкаларымды бәрін өзім алып үйреніп қалғанмын, бірақ жеке отношенияда өмірі маған андай, қалай айтады, жауапкершілігі жоқ, сондай жұмысы жоқ, сондай адамдар, всегда проблемный адамдар жолыға береді. Сол сұрақ мазалайды, неге деп ше? Саған сұрақ, сен ол жігіттермен қайда танысасың? Сенің бірақ ортаңдар сияқты ғой десең енді. Вопрос, где ты этих рыб ловишь? Да, соны айтамын. Қай көлге барасың? Әр жерде жолығады деген нәрсе емес. Ты вот определенный траектория, да, определенный ортада жүресің, сондай адамдарды кездестіресің. Шығу керек ол ортада. Понимаешь? ортаға байланысты. Иә, сен қай жерде жүресің? Жеке бизнес қой. Жеке бизнесте сол подрядчиктерің бар, партнерларың бар, клиенттерің бар, сол жерде жүрсің ғой, да? Все зависит от того, какой бизнес. Может, сен кальян арендаға беретін жарсың, я не знаю, там нормальный жігіттер жоқ деген сияқты, да? Егер сен кітапхана сияқты сондай бизнес болатын болса, это был бы другой. То есть, егер жұмыс салаң сондай адамдардың ортасын жинайтын болатын болса, онда, конечно, отношения там не ищи. Ищи в других местах. Зависит от запроса. Что ты хочешь? Что ты хочешь? Вот, мысалға да, андай жігіт кездестіреді деген әңгіме естіген кезде, я понимаю, что у тебя запроса к парням нету. Жоқ та запроса. Жоқ, олардың жалғыз запросы парень. Иә, болды, точка. Жалғыз запрос. Парень, двоеточие, мынандай деген описание жоқ та оң қасында ше. Просто парень. Саған кім келеді, сосын сен отырасың да, неге бұл бұндай, неге нормальный кездеспейді, ты же не ищешь. Іздеу керек. Қыздарға почему-то сондай нәрсе миына сіңіп тастағанда, сендер жігітті іздемеу керек екенсіңдер, жігіт сені табу керек екен. Нафиг. Сонда сені любой бір деп тауып алса, сен соған кете бересің ба? Иә. Сен сонда сол жауапкершілікті жігітке бересің ба? Еще сен үйден и жұмыстан ортасында ғана жүруің керек. Сол ортада бір далбайып қосылу керек саған. Болды, басқа жол жоқ. Который вот пробивается, да, в твою сторону, да, вот захотел, сонда ол сені таңдайды, сен таңдау керексің. Понимаешь? Рахмет көп. Мен айтайын деп отқан тақырыбым дәл бүгінгі тақырыпқа сұрағым бүгінге байланысты осы темада. Мен әкемнің көңілдесі бар. Мен оны өзім 11 жасымнан бастап білемін. Бұл мен үшін өте үлкен ауыр тема. Бұдан мен шықтым, 16 жасымда үйден кеттім, содан бастап үйге жылына бір-ақ рет, 2 рет тек анам мен інімді көру үшін ғана барамын. Енді мен жақында ғана бір психологпен сөйлестім, және өзім бұл нәрседен мен оларды құтқармау керек екенін түсіндім. Анамды құтқармаймын, себебі анам өзі ол жерден кеткісі жоқ, жаңа сияқты бүкіл өмірін сол адамға арнатты, ол әкемнен кетіп қалғысы келмейді, былайша айтқанда. Ал енді мен тек қана ойлайтын, мен інімнің өмірі.
ол әлі кішкентай, 6 класс оқиды. Мен оның өмірі жарқын болғанын қалаймын, себебі әкемнің менің өмірімде көрінісі маған өміріме кішігірім кедергілер жасады. Мен қарым-қатынаста да қорқынышпен өмір сүрдім. Сонша сенген адамым бір күні маған измена жасап кете ма деген сияқты. Себебі мен әкемді өте қатты жақсы көремін. Қаншалықты қателігін көрсем де соншалықты жақсы көремін. Ал інімнің өміріне бұндай нәрсе кедергі жасағанын қаламаймын. Сұрақ Сол інімді өзім ойлағанмын, биыл үй алдық, күйеуім екеуміз. Ендігі жылы інімді әке болсам қалай болады деген. Өссін ол. Әке шешенің қолында өссін ол. Құтқара алмайсың сен ешкімді, жаным. Сен құтқарушы болмашы, жаңағы Карпмананың үштігінде жүрсің айналып. Біресе агрессор болып, біресе құтқарушы болып, біресе жертва болып. Мысалы, саған психологың айтты да, әке шешенің ортасына түспе деді саған. Сен оларды қойып едің, інің өміріне кірісіп жатсың да сен ше. Кіріспе. Қоя тұрыңдар, ол болғаннан кейін үйдегі мысық бар, басқа бар. То есть твой мозг, он все время ищет Кого спасти. Кого спасти. Вот не істесем екен да, вот осы ситуацияда. Само по себе бұл ситуацияға жаңағыдай сенің әке шешенің ортасына үшінші адам түсуі мәселесі әлі күнге дейін сенің басыңда бір үлкен проблема болып отыр да ол. Да, это больно ребенку, который 11 жаста, тем более он білу, и вот как бы отделиться от этой ситуации в 11 лет это невозможно. Вообще невозможно. Это невозможно. Он сен сол проблеманы, әке шешең сол проблемасы сен кірісіп кетесің, соған қатысып кетесің бар ғой. Жүрегің ауырып, мамаңа жүрегің ауырып, папанды то бір күні жақсы көресің, бір күні жек көресің да. И ты не выбираешь, ты оказываешься вот в куче вот этой вот проблеме. Сонымен есейесің да, и по-хорошему тебе надо сессии продолжать. Вот эти сессии надо продолжать, потому что от этого, конечно, сенің әке шешеңнің өмірі, ініңнің өмірі өзгермейді, но есть шанс, что ты будешь нормальный. Сенің бала-шағаң нормальный болып өседі, ешқандай ашынасыз, ешқандай үшінші, төртінші, бесінші адамсыз деген. Мен өкінішке қарай бұл проблемада өте көп біздің қоғамда ше. Маған вот қаншама әйелдер жазады ғой, жаңа проблемалар, күйеу, ене, анау, мынау деп, но ең көп хат жазатындар осындай қыздар, ұлдар. Анамның көзіне жаңағы шөп салғанын біліп жүрмін, әкемнің кіммен жүріп жүретінін, бізден кеткенде вахтаға барғанда кіммен жүретінін, қалай жүретінін, екеуінің бірге түскен суретін көрдім. Вот үлкен ер адамдар, егер осы шығарылымды көретін болсаңыздар, просто сіздер бір сәттік, бір жеңілдік сезімнің, жаңа құмарлықтың кесірінен сіздер просто қаншама адамның жүрегіне жара салып жатсыздар. И ол жас бала, әлі ешқандай қорғаушысы, оның жалғыз қорғаушысы, Құдай берген қорғаушысы, сіздер, әке мен шеше. И бірінші кезекте олардың жағы әлемнен, бүкіл әлем оған жау болған кезде қорғайтын әке мен шеше, оған бірінші жау болған кезде сынат бала. Быт-шыты шығады. И ол баланың өмірі, әрғарай міне айтып отыр, әрғарайғы өмірі сынады баланың. И мен сол балаларға андай әкеңді жек көр деп айта алмаймын. Жақсы көр, ары қарай түк болмағандай жүре бер деп айта алмаймын. Құтқарма балаң айта алмаймын. Өйткені ол бала, ол құтқарғысы келіп тұрады. Анасына да жаны ашиды, әкесіне де бір түсінгісі келеді. Но оның жүрегі мен миы әлі ол нәрсеге жеткен жоқ. Ол просто қинаватсыздар. Просто балаңызды мясорубкаға саласыздар да аямайшы күнде вот балаңызды айналдырып жатсыз фарш қылып. Вот бізді анау 40 неше түрлі тиктокта көретін еркектер бар ғой, бізді дәу еркектер көретін негізі ше, мына екі қатын не қыртып отыр деп ше. Вот сіздер үшін осындай қырт әңгімелерді айтуға мәжбүрміз біз кәдімгідей. Сіздер өздеріңіздің екі елі заттарыңызға ие бола алмағандықтан, жас қыздар келіп осындай проблемаларын айтқандықтан, біз думайте еркенен осылай келіп айтамыз, бүйтейік сөйтейік, жоқ. Біз просто түсінеміз ол қыздарды, неге ондай болып жатқан. Ал сіздердің барлық шамаларыңыздың келетін нәрсе, это тиктокта комментарий жазып, көрінген қатынға барып, үйге түк болмағандай бала-шағаң бетіне жаңағы тамағымды әкел, етімді әкел, шайым қайда деуден басқа әңгімеден артылмайсыздар. Қаншама жаралы буынды өсіріп жатсыздар. Ертең соны көріп өскен іні, анау қыз бала не болады ол? Просто травмированный ұрпақты кәдімгідей бір штамповать етіп жатсыздар, қазақтың санын көбейтейік деп ақылды әңгіме еткізсең. Это больно. Маған қаншама қыздар солай, жас қыздар жазады, олар 14-те, 15-те, и ты боишься разочаровать этого ребенка.
это же страшно. Вот реально қоғам қанша 200-лікпен қарайды соның барлығына ше. Мен жаңағы мен анамен жүрмін, мен мынамен жүрмін, мен әлі 50-де еркекпін, 60-та еркекпін. Ни хрена сен просто тюфяксың екі бұтың арасына ие бола алмайтын. И сен просто балаңды фарш қылып атсың. И все. Ол болды, басқа оған ақталу да жоқ, мақталу да жоқ. Оған екі дүниеде ешқандай марапат жоқ. Просто ты тряпка. И все. Қыздар хоть айтады ғой, осылай сұрақ қойып ше. Ұлдар айтпайды ғой. Иә? Ұлдар өйткені өздерінің гендерін таңдау керек та. Ол қанша тура сенің сезіміңді, мысалы сен ініңде сезінуі мүмкін, иә, сенің жасыңда осындай ұлдар сезінуі мүмкін, білуі мүмкін әкесі туралы сондай ситуацияда. Бірақ мен еркекпін ғой менде. Мен еркектің жағында болуым керек дейді да, ол сол эмоцияны жұтады. И у него внутри вот эта вот война идет. Он не может элементарно принять свою мужскую часть, потому что мужскую часть в виде отца он ненавидит. Вот этот внутри у мужчин вот это идет сильный дисбаланс, депрессия, ойынға кетуі, әйелдерді жек көруі, агрессия, ішкі агрессия, игеремайтын агрессия. Бар ғой, мысалы, андай еркектер айтады ғой, даже айтады, осы ішпесе жақсы, ішіп аса, осы адам танымайды деген сияқты да. Неге? Өйткені ішкен кезде вот это все, вся агрессия выходит действительно вот до белой горячки люди находят. Да, біздер хоть әйелдер былай айта аламыз да, олар айтпайды. Өйткені өз гендеріңді сен өзі, ол да еркек қой, әкесі еркек, ол өз гендерін отталкивать ете алмайды. Он с детства себя идентифицирует как мужчину. А кто главный мужчина в его жизни? Это отец. А когда он делает больно, он практически пышақты өзіне сұққан сияқты. Понимаете? Мужчинам это сложно. Тоже. Но они не говорят, спиваются, игры, тағы бірдеңе, депрессия, когда пытаются эту проблему не байқайсыңдар ма? Көп күйеулер жұмыстан кетті, машина ішінде отырады ғой. Кірмейді үйге, машина ішінде отырады. Бір сағаттай, бір сағаттай. Туалетте отырады. Туалетте отырады сағаттап, да, вот. Вот это вот побег из реальности. Поэтому такие проблемы есть, надо идти к психологу. Надо, он ұялмау керек ол нәрседен, потому что качество жизни... Өзіңді ғана құтқар бірінші кезекте. Качество жизни страдает от этого. Сәлеметсіздер ме, Кешанық? Менде дәл қазіргі кезде любовник жағында емес, менде проблема. Мен қазіргі кезде өзім хотелкамды өзім жауып, өзім самодостаточный болып, зарабатывать етіп жүрген қызбын да. Но мен средний ребенкпін. Мен алдымдағы сестрам бар, ол кісі тұрмыс құрған. Я не говорю, типа, она такая счастливая, деп айтып алмаймын. Мамам тоже маған айтады, тұрмыс құрма, зачем саған тұрмыс құрма, деп андай каждый раз сөйтіп айтады да. И менде выбор болып тұр да. Келесі жыл мен мысалы қазіргі кезде жүріп жүрген жігітім бар да, ол тұрмысқа шықмаған деп солай сөз салып жүрді. Ал мен мамаға барып бақытты сәттерін солай айтсам, мама тұрады да, жоқ, тұрмысқа шықпа, зачем саған, артыңда 2 інің келе жатыр, соларды оқытып алайық деп ол кісі тұрды да. Менің өмірімді артында келе жатқан 2 інімнің өміріне жалғап қойды. И менде кішкене сол сұрақ болады. И осы жақында менде қолымда огромная сумма тұрған кезде мамаға барып айтқан, мама, может, ипотека алып көреміз, первоначалкасын өзім құйып көрейін деген кезде, жоқ, мен алып бере алмаймын саған, өйткені саған артында келе жатқан 2 баланы оқытуым керек, 2 балам бар деген сияқты. Солайынан менің өмірімді бестеновать етеді. Но дело коснется ақша керек кезде, как положено маған звондайды да, айтады, осылай керек болып тұр деп айтады. И каждый раз маған осылай айтады еще. Сен әкең, мен в основном біздің папа... Әкең бар ма? Әкем бар, ол кісі ішеді да, бірақ там ішпеген кезде нормально. әңгіме айтып, типа ұрып, ондай ештеңке жасамайды, бірақ ішіп келген өзі мен раздражает, кәдімгі менде андай паническая атака болады, тревожный болады. Мен сол кезде ойланамын, может, мен маманың рөліне кіріп кеткен сияқтымын деп айтады ғой, атаның рөліне кірме деп, бірақ ол рөлден мен қазіргі кезде болды, мен қызбын, мен деген өзімнің ақшаны өзім зарабатывать етіп жүргеннің өзі, ол сендерге деген радость деп айта алмаймын мен ашығынан. Олар просто маған айтады там, скинь деньги, и все. Олар маған именно сондай жағынан ғана обращаться етеді. Ал если дело коснется үйде қыз жоқ, бұл үйде үй жиналмайды деп шығады, бірақ бір жағынан да. Сол маған сұрақ, егер де мен қазіргі кезде ақша жинап жатырмын да, мен өз-өзімді ойлап эгоист болып, жоқ, мен өз аяғымнан өзім тұруым керек, қазір сендер қоя тұрыңдар деп айтқаным дұрыс па, не болмаса ары қарай да осылай көмектесіп жүре бергенім дұрыс па, қалай ойлайсыздар? Дауыс берейік. Жоқ, негізі осындай сұрақ көп,
үлкен қыздардың барлығында сондай үлкен вообще қыздарда үлкен қыз болсын кіші қыз болсын барлығында бір сондай бір ортадан шығу. иә андай ғой просто үлкен сестрасы қашып кеткенде құтылып дәл солай айтады сестрам да. Мен үйден қаштым, үйден қашу үшін мен күйеуге тидім дейді да. Ал мен енді біліп тұрмын ғой, что күйеуге тиіп те бақытты болмайсың. Я мына жақтан я ата-анаңды возвращаться еткім. А вдруг бақытты болады? Мен де солай ойлаймын. Вдруг бақытты боламын. Бірақ мен дәл осы әңгімені ашық сөйлестім да қасындағы жүрген жігітіммен. Осылай да осылай. Мен неге просто адам бақытты болып өмір сүруге болмайды? Неге измена жасамай, неге солай өмір сүруге болмайды деп ашығынан сөйлесе аламын да. Ол айтады, как положено, поддержка береді. Бірақ енді отбасының темасын мен оған айтқым келмейді. Өйткені болашақта вдруг мен оған күйеуге келсем да, и потом дело коснется ругаться еткенге сен мамаң мынандай болған, сен папаң мынандай болған деген әңгімелер не хочу естуге. Сондай болып біздің қыздардың Не болды? Зу ете қалды ма? Ол реально барлығында бар. Ол барлығында бар. Негізі былай қарап тұрсаң, партнер по жизни, мысалы былай ғой, біз махаббат дегенді былай алып қарайықшы, иә. Мамамызды жақсы көреміз, балаңды жақсы көресің, өйткені сен балаң ол деген сияқты, әкеңді жақсы көресің, ол әкең деген сияқты. Но партнер, ойлаш, ол левый человек, вообще айдаладағы адам. И сен соны жақсы көресің. Но бізде андай да, оған сенбеу керек жаңағы, оған айтпау керек. Оған ештеңе, ол егер айтсам, менің жаңағы әлсіз тұстарымды білсем, ертең ол соның барлығын пайдаланады деген бір ол будущий жауым мен. Иә, ол мен болашақ жауым деген сияқты қарым-қатынас. Но ол уже қарым-қатынас емес. Да. Сенбейтін адамға тұрмысқа шығу бір төсекте ұйықтау қорқынышты ғой. Ол оянып кетіп, шошып кетіп, сені өлтіріп тастауы мүмкін ғой. Просто сенбейтін адамға неге тұрмысқа шығасыңдар, егер на то пошло. Да, егер ертең сен бетіңе басатын болса, тогда типа... Значит, мамаң прав десең. Жоқ, шучу. Мына жаққа беріңдерші микрофон. Последний. Менде күшті қызықты негізі сұрақ. Тез айт онда. Тез айтамын, ақыл. Ана екінші қызға айтып жіберейінші, 30 жастағы студентка, которая не похожа на 30-летнюю. Да. Столько эпитетов. 20 лет назад у моего двоюродного брата әкесі әйеліне көзіне шөп шалған менің несімде. Значит, сенің балалардың несіне тоже сондай болады. Лучше выбрать себя и оставить этого мужика, если он изменит в таком случае. Нет, я знаю, нет, вообще, типа, лучше, знаете... В случае, если дети. Если дети все равно будут знать. Ну вот, все. Да, вопрос. Түнде андай күйеуіне түнде спиш деген сообщение келсе, мынау сумкамен естіп кеттім мен. Просто моя мысль была в том, что если я помню такие вещи, когда мне было 5 лет, значит, другие дети все равно будут об этом помнить. Согласна. Бәрі будут помнить. Да. Так, микрофон беріңдер. Сұрақ қой. Бір апта бұрын мен Америкада тұратын подругаммен кездестім. Екеуміз отырмыз. Оның еще күйеуі келіп алған, күйеуі американец. Сосын сөйлесіп отыр, күшті болды. Сосын ана күйеуі тұрады да әжетханаға кетіп қалады, сұранып, біз екеуміз отырмыз. Ана қыз, мен барып, айқы шек келем деп кетіп қалды тоже. Екеуіне телефон тастап кетті. Жарайды дедім да, отырым. Одан кейін мен Америкада оқығам өзім, бір жыл, по флексу программамен оқып келгем. И сол кезде бір уведомление келді да, и мен уведомление сразу есімде қандай уведомление, дауысы қандай екен. А это уведомление от Grindr. Grindr это гей-тиндер. Ол гей-тиндердің уведомлениясы менің подружкамның күйеуінің телефонына келіп тұр ғой. Бағана осы әңгімені айтып отырайық. И ана қызбен біз подружкамыз негізі 8-ші класстан бері құрбымыз ше. Бірақ мен оны қанша бір 5 жыл болды сөйлеспегенмен енді көріп отырмын. Екеуіне телефон тастап кеткен, жігіттің қасында еще уведомление андай скрытый емес, кәдімде жазылып тұр. Білетін шығар, подружкаң, қойшы. Білмеймін, что-то, потому что они поженились месяц назад, екеуі де анау араб, 3 рет кездесіп үйленген ғой. Бір-бірін танымайды вообще. Мұсылманша үйленген. Гей-тендерде танысқан шығар екеуі. Жоқ, ана Grindr это для только геев, для мужиков. Только да, там есть такой вклад. Вот. Мен білмейтін нәрсе. Мен де сосын сұрақ. Sorry. Сен шалдарды білмейсің. Зато шалдарды білмеймін. Сосын менде сұрақ. Ана құрбымен көп араласпаймыз. Ана қыздың шекарасынан аттап айтайын ба, сосын араларына от салған болам ба, маған сенбей қойса ше. Бірақ содан кейін, ол қыз уже Алматыға көшіп келді. Тура үйім жанынан ғой еще. Екінші дворда тұрады ше. Күнде кездесейік, сөйтейік, жүрейік, бүйтейік. Күйеумен кездесеміз. Мен де тұрмысқа шығам.
күйеуіңмен кездестірме. айтады да Ана отчаянный домохозяйкада бар ғой. Сондай. соны мен ойлаймын да, қалай мен бетіне ыржиып күліп, ой, все хорошо, хорошо, как у тебя деп жүремін да, а бірақ ішімнен біліп тұрамын, ана күйеуі измена жасап жатқанын көзіне менің басымнан өткен бұндай ситуация. Айт давай. айтайын ба, айтпайын ба дейтін дилемма. Мен айтқам. Айтты. Мен сұмырай болдым сосын. Сосын отношениеңіз жоғалып кетті ғой, сол Быт болды. Олардың әке шешесі келіп, менің ата біз үйленгенбіз. Менің күйеуімнің досы, әйелі үйленген, енді соответственно, олар дос болған кейін әйелімен дос болмайсың ба? Сөйтіп, бізде ол кезде кафеміз болатын, ресторанымыз болатын, который мы с мужем управляли, семейный ресторан. Сол жерге жаңағы күйеуімнің досы келеді, бір сары мышықпен келеді ғой. В смысле, жігітпен? Жоғы қызы. Там не важно же кіммен, короче. Не важно кіммен. Сөйтіп, оны ана бұрышқа апарып, умаждайды, ана габинкаға апарып, умаждайды, ана көз алдында. Мен пиво құйып тұрмын. Хорошо, мен Барда қараймын ғой, пиво құйып тұрмын. Анан не могу бар ғой, звондаймын ғой. Сосын кейін мен осындай сен күйеуін көрдім, шыдай алмаймын, я не могу. Я мужу сказала, мен ананы көрдім, айтамын дедім. Он сказал, аяқ жейсің деді маған. То есть не одан емес, күйеуінен емес айтты да, ертең сен сұмырай болсын. Муж мне сказал, сен сұмырай болсын. Тебе никто не поверит, во-первых, деді. Во-вторых, енді ол кезде телефон ештеңе жоқ. Менде күйеуім тура сөйтіп айтты, сіздің күйеуіңіз. Саған ешкім сенбейді деді. Иә, маған да сөйтіп айтты. Ертең сен сұмырай болсын. Сосын мен айттым, жоқ, мен айтамын. Нет, обостренное чувство справедливости. Ойбай, көтеріліс болды ғой. Олардың әке шешесі келіп, менің ата енеме дейін келді ғой. Мынау этот не істеді. Біздің ұлымызды айтып қойдың деп па? Иә, от салды екеуінің ортасына. Анау кетті келін. То есть оның жоқ, ол ана әйел маған сенді. Жоқ, имеется в виду, ұлдарының андай екені нормально, но мен виноватпын. Сен кінәлісің. Мен виноватпын. Көрген кінәлісің. Мен кінәлімін. Мен соны айтып қойыппын. Ана әйелі кетті. Оның артынан ойбайлап жүріп, бір аптадан кейін байы барып алып келді оны. Үйінде қырғын төбелес, менің ата енеме шықты, күйеуіме айттым, мен айттым ғой деді. Айттым ғой мен саған деді. Күйеулердің любимый сөзі ғой, айттым ғой саған деді. Да. Осы мен саған айттым ғой, зачем ты туда полезла? Я говорю, енді зато мен көруім керек еді деген. Но ситуация бывает разная. Кейбір қыздар, наоборот, білсем ғой дейді. Я видела такие опросы Тредста. Вы бы хотели бы знать деген кезде? Көп қыздар, конечно, батыр вообще, конечно, я бы хотела, мен құрбымның маған біле тұра бетіме күліп жүргенін қаламас едім деген сияқты айтады да. Но я твою подружку не знаю. I don't know. Вот я тоже, ну не то чтобы я ее не знаю, но просто... Сен алыстан әкесе әңгімені. Ау? Сен алыстан әкесе әңгімені. Өзің, как будто басқа подружкам туралы сияқты оған айт. Білгің келер ме еді деп пе? Сен қалай ойлайсың осындай опрос көріп қалдың Тредстан деген сияқты сөйтсей, жария тамырын басып көрсей. Иә, сөйтіп. Одан кейін жоқты сезонда алшақтай берем ба? Ақырын. Просто мен сөйлеспей қалсам, ешкім танымайды да еще ол қыз. Подожди. Сен бірінші опрос жаса, осындай көріп қалдым. Осындай айтасың ғой, кеше стендапқа барып осындай әңгіме шықты, осындай. Ты как думаешь, осындай біз... Роза өзі бастады деп айтасың ғой. Да, мен айттым деп айтсам, мен бастады деп айтасың ғой. Сондай тема бастады да, сосын сондай болды да, соны қалай ойлайсың? Ты бы как бы отнеслась бы, если бы сенің күйеуің сондай измена, сен білгің келесі деген кезде, если она замялась, типа, ойланып қалса, ойланып барып жауап берсе, значит, она не хочет. Көп қыздар айта береді, ауызбен айта береді да. Ты посмотри на реакцию, как она, если она такая, вот так может замяться, значит, не хочет. Тыныш жүре бер. Все, рахмет. Ана келесі апта қайттан келемін, сол сұрақпен. Ертең сен бүгін таңертең айт, кешке бізге келіп жаға ал. Ертең кофеге бар. Жоқ, оғым қазір түнде сірнеге шақырып жатыр, қазір барып. Болды. Ертең келіп айтып береші, күтем сен. Сірне дәмді екен, Роза бүгін осындай әңгіме айтты. Да. Мен сіздерді өте көп тыңдаймын, екеуіңізде тиктоктан тыңдаймын, мына қарап отырамын. Қыздарым өте жақсы бағыт-бағдар бересіз. Роза апай, сізді де білемін жақсы. Мен анда-санда бағыт. Иә, қарап отырамын. Мен сіздерді тануыма үйдегі қызым маған айтып отырып көмектесті. Сол бағыттағы мен де өзі Шымкент жақтың қызымын, сол Шымкенттің қызымын, негізі тумам сол жақ. Енді айтқым келгені, мен 22 жылдан кейін ажырасқан адаммын. 22 жыл сіздің айтып отқан историяңыздың барлығы менің өмірімде бар нәрсе. 22 жыл осы бала шағама кесірі тиіп кетпесе екен, осылар есейіп барып
түсініп барып ажырасайыншы дегенге дейін шыдаған адаммын. Жұмыссыздықтың, ұрудың бәрінен өткем. Сіз айтып отқан әңгіме айтқан кезде мен картинаны көре аламын бірден ол нәрсені. Енді мәселе мынада, бір 3 жылдан енді асып жатыр менің ажырасқаныма. Мәселе мынау, мен жолдасыммен ажырасқанымен, бірақ жолдасымның тура сол іс-әрекетін білмеймін, әлі кешіре алмағаным ба білмеймін екен, психологқа да бардым. Баламнан көрем соны. Балам менің қазір ересек, 4-ші курсқа келді. Тура сол әкесінің істеген нәрсесін баламнан көрем ғой. И вот этот қайтадан маған көтереді сол іштегі нәрселерінің барлығын. Сол нәрсені білмеймін, жеңгім келе ма, әлде сіздерді көрсем шешіліп кететін сияқты болып тұрды ма. Сонымен не керек, мен кеше барамын, көремін, мейлі 20-25 болса да деп келдім. Сол үшін жаңа сепарация деген нәрсені де көп ойланам. Психологиям өте жоғары деңгейде айналсам, өзім тренермін жалпы. Сол бағытта сепарация может менде дұрыс жүрмей жатыр ма баламмен деген нәрсе. Вот сол нәрселерге көбірек жаңа тема айтты ғой. Сосын жаңағы айтып жатыр ғой, шыдаймын ба, шыдамаймын ба деген нәрсе. Бұл барлық адамның ішінде тұратын дүние деп ойлаймын. Бетпе-бетке келген кезде өзі шешім көрінетін сияқты ар жағынан ше. Мен бұл шешімді шешпей қанша жыл жүргем. Жаңағындай сіз айтқандай анаң жоқ, ештеңке жоқ. Алқаш болса да есіктің алдына бір аяқ киім тұру керек деген, еркектің аяқ киім тұру керек деген нәрсенің барлығын мен аяқ киім сатып қоя салайықшы. білемін ше. Шалбар, костюм, шалбар бәрі. Сол себептен менде бір жаңағындай сұрақ маған қатты жаныма батады. Мен бүгінгі күнде сол бұрынғы күйеуімнің барлық жағдайын, несін бәрін сол баламнан көремін. Соның шешімін таба алмай да, может, адасып келдім ба деп ойлаймын бір жағынан. Енді сол сияқты соны үйде 2 қызым айтады, бір қызым кеуде, немерелерім бар менің. И ол айтады, мама, сен әкеміз сияқты балаңдыдан да ажырап қаласың, айырылып қаласың бұндай жағдайдан дейді да. Енді ішім қынжылады, баламнан ажырап қалым келмейді. Вот сол моментте не істеймін деген сұрақпен жүрмін мен қазір. Баладан ажырағанда... В смысле ажырап қаласың? Баламнан көрем да, бізде арада конфликт пайда болады. Балаңыз не істейді конкретно? Балам 4-ші курста. 4-ші курста оқиды. Что конкретно раздражает? Да, болғанда ол өте жақсы оқиды. Ол жақсы бір мектепті бітірген, сонда жақсы ағылшын тіліне бәр бағытта мен чтобы ана әкесіне ойбай мына кісіге ұқсамасын дедім ба білмеймін. Оқыта бердім, шоқта бердім, күшті мектепте оқыттым, бар ақшамды соған құйдым, сондай-ақ өсірдім да. Бірақ қазір есейген сайын жұмыссыз, жаңа ешқандай ештеңе істегісі келмейді, оқудың өзін тастап кетіп, маған айтпай гранттан шығып платныйға ауысып алған. Өткенде жеме-жемге келген кезде міне сессия мені шығарып жібереді, 600 мың төледім. Вот төлеп аттырым, әлі келе аттырым кезінде әкесінде солай жүргізгем, алып жүргем. Енді қыздарыңыз айтады, неге балаңмен ажырасып кетесің деп айтады? Просто анда конфликт болады да, и мен сол біраз нәрсе көтеріліп кетеді ғой енді. Кет те ұрсам да менші. Шық үйден деймін, мен сені ары қарай асырағым келмейді деймін. Кезінде де сондай конфликт болған ғой де жолдасыммен, күйеуіммен. И сол нәрсені көрген ғой енді қыздарым үлкен болып. Баланы да сөйтіп қуып балаңызды, сіз балаңыздан да енді ажырап қаласыз дейді маған ше. Сіздің әңгімеңізде мындай нәрсе болды да. Я вот сейчас слушаю вас. Күйеуім сияқты ұқсамайтынын, күйеуіме ұқсамаған қалдым дейсіз да? Он же не ваш муж. Вот когда вот эта сепарация, да, вот біз осы мамсик форумда біз осыны көп айтамыз. Әйелдер ұлдарын тәрбиелеген кезде, когда ты в него слишком много вкладываешь, вот күйеуім плохой, вот он поёб, ты должен быть идеальный. Да. Мен саған барымды берем. Ты классный. Сен идеальный, да? То есть, когда женщина очень сильно разочаровывается в своем партнере, она хочет из своего сына сделать идеального партнера. Сосын сен оны қимайсың. Астыңа басып алып қимайсың, оны сен ертең әйелге де қимайсың, ешкімге қимайсың. Все, он твой только, идеальный, сенің сызған сызығымен ғана жүру керек. Это большая проблема. Курица носит. Мен оны сепарация жасап бөлек шығарғым да келеді, бірақ ол бармайды. Кетпейді. Сіз комфорт зонасы. 4-ші курс болса, ол нешеде? 21-22-де ғой. Құртыңыз, пока не поздно. И қыздарыңыз пусть не лезет в эти отношения. Во-первых, Некрасовтың материнская любовьті оқыдыңыз ба? Сіз қазір балаңызды тұншықтырып жатсыз.
кәдімгідей тұншықтырып жатса, сіз одан күйеуіңіздің басқа вариантын жасағыңыз келіп жатыр, жаңағы айтқандай. И сіз материнская любовь, ол сіз мен махаббат, жаңағы аналық махаббат, мен бұны бүкіл қиындықта қолдауым керек, қорғауым керек, қанатымның тұмсықтыға шоқыттырмай, қанаттыға қақтырмай. Солай өсірді ғой, мама солай болу керек деген картина чистая менің миымда сол нәрсе тұр. Я все понимаю, но қазір сіз тем более осознанно шешім қабылдап отырсыз. 22 жылдан кейін ажырасу деген ол үлкен ерлік. Конечно, это пипец. Это просто ширек ғұмырыңызды, адам енді средний 100 жыл өмір сүретесіз, ширек ғұмырыңызды просто сіз тастадыңыз сіз қазір. И сондай ерлік жасап отырған адам басқа сепарацияны да жасай алады. Но ол балаңызбен все жаңағыдай өлтіріп таста, атса деген нәрсе емес. Просто ол жеке өмірін сүру керек. Сіз міне нормальный қыздар көріп отырсыз ғой, жап-жас. Кім айтады 4-ші курс оқитын баласы бар деп, мысалы, Бабушка деп. Бабушка деп кім айтады? Любой милфаз деп жүргендердің бәрі. Детка, можно тебя? Пепси ұстап тұрса это очень соблазнительно. Мен биыл балам 1-ші курсқа түсті да қазір. И өзімен өзі. У него с квартирой не получилось. Сөйтті да хостелға кетті. Общагу не смог получить в универе. Очередте тұрды, қағазға жүгірді, болмады. Сөйтіп арасында ақшасы тасылып қалды екен. Сөйтіп өзім жарнама жасап жүрмін. Көрдіңдер ма? Вот этот почасовой работа easy tap деп жасадым ғой. Соны мен сторисімнен көріп, өзі барып регистрация жасап, сөйтіп почасовой жұмысқа шығады екен. Сөйтіп кеше звондаған кезде сояққа бардым, что-то ауыр болды, смолға грузчик болған ғой. Жаным. Сөйтіп ауыр болды дейді. Ну ничего, онда келесі жолы басқа жұмыс таңда дедім да, все, телефон қойсаңыз. Кеше ғана үйде бөпе болып жүрген, и это сложно. Вот это вот выдержать. Это страшно, да? И ондай вот іште жаңағындай борьбада, құрсыншы, ауыстырып ал Алматыға, не қылып жүр ол жақта деген сияқты, да, вот үйде жылы төсекте жатсын деген сияқты. Вот это она ломит тебя. И күйеуім айтады да, успокойся, бәрі болады. Ештеңе етпейді, ананы көреді, мынаны көреді, ол сөйтіп өсейеді деген сияқты. Но вот это вот ломка есть все равно. Вот у него не получилось. Общагасы болмады, квартирасы болмады, бір жігіттермен келісіп тұрамыз деген екен. Его кинули, енді хостелда жүр. 8 адаммен тұрады. 8 адаммен сол жақтан топырлап, соң келмейді, ничего, өмір көрсін дейді да. Ломит. Құрсыншы мен съемкаға етін ойлағым келмейді деген сияқты. Я вас абсолютно понимаю. Біз бір қаладамыз ғой, просто сол болып тұр да, мен оны үйден шығарып жүргенмен де сондай бір нәрсе да. Біз бірақ бөлек тұрды, ол бөлек тұратын интернатта оқитын мектепте оқыды. Өте сондай керемет мектепте оқыды, балам жақсы бітірді, ортасы да жақсы. Бірақ білмеймін, сол жаңағы ішіндегі может бірдеңені жапқысы келе ма, қазір соңғы кездері ойын ойнап жүр. Вот это тоже меня қатты триггерить етеді. Сол нәрселерде біраз әсер етеді. Психолог, психотерапевт берите қазір аяқ қолын байлап. Қазақ оны баяғыда айтып кеткен, балаңды аясаң, аяма. Вот реально біздің махаббат деп отырғанымыз ол көбінесе аяу. Аяу это сковывает человека, ол әрекетке шақырмайды адамды, қимылдауға шақырмайды, ол просто амеба болып солайынан жүреді. Аямау керек деген нәрсені түсіне алмаймын, мен бір үйде тұрамыз ғой. Енді мен Алматыда тұрып, Алматыда оқитын баламды бөлек шығара алмаймын ғой деп ойлаймын өзімші. Сіз өзіңіз бөлек шығып кетсеңіз. Үйді бәрін тастап қойсын. Мен осяққа келдім, сол балам, қызым осяқта болғаннан кейін, солар үшін де үйді осяқтан сатып алдым. Сізден андай ғой, ол человек, который все контролирует. 20 жыл жаңа бір түрлі еркекпен тұрғаннан кейін вы же все контролировали. И енді ол күйеу өмірде болмағанмен сіз сол контрольді қазір балаларға жібердіңіз да, одан арқада немере, сіз тыныш таппайсыз. Лучше вот это все, вот этот супер контроль надо в бизнес отдавать. Еще жаңа әңгімеңіздің басында сіз бірден бастадыңыз. Мен балалар үшін шыдадым соның бәріне 22 жыл дедіңіз. Понимаете? Уже сіздің басыңыздағы бірінші ой, енді шыдадым ғой, енді до конца осыларға шыдап берейінші. Нет. Но самое страшное андай болады. Сіз уже көмектесуге әл дәрменіңіз қалмайтын уақыт болады. Ол кезде балаларыңыз примерно 50-ге 60-қа келіп қалады. Сіз уже 80-де, да, примерно. Сіз уже көмектесе алмайсыз. И сол кезде балаларыңыз дәрменсіз болғанын көрсеңіз, олар өзіне 60 жаста көмектесе алмайтынын көрсеңіз, это больнее. Лучше қазір это пережить, пусть вот реально амебалықтан шығатындай жағдай жасау керек оған болды. Жағдай жасамаңыз, то есть, наоборот, жағдай жасамаңыз оған. Сіз жасаған сайын, сіз мать қоса берген сайын, сіз просто оны қазір
тұншықтырып жатсыз. Сосын қыздарды да емшектен шығарсаң. Жоқ, қыздар шыққан, оларда мен ешқандай лезет вашу жизнь. жоқ, мен оларға көбірек бүйтіп қарайтын сияқтымын. Мен өзім сыртынан байқаймын ғой. Бірақ жаңа бір үйде Махаббаттағы новая жизнь. сол керек болып тұрады. Надо найти новую жизнь. Өткенде психологқа барсам, психолог айтады ғой. Мен айтамын психологқа, мен өмірде не керек екенін өзіме білмей жүрмін қазір деймін да енді. Біз сыртынан қараған адам өйтіп айтпауы да мүмкін ғой. Жағдайым жақсалған, мен өзім жағдайымды былай да былай жасағам. Көлікте, үйде бәр жағдайым жасағам. Енді сондай жағдайды көріп тұрып мен сыртқа шығарып жіберсем тағы не болады деген ол да ой бар. Психолог айтады ғой. Сіз осы жүргенде мен айтамын, мен өзіме не керек екенін білмеймін өмірден деймін да. Жасау керек па, жасаймын, барам деймін, барам деймін. Соңында күшті кітап жазасыз. Сондай деймін. Жақсы, сіздерге көп рахмет. Осымен бүгінгі выпуск аяқталды. Рахмет Изи ойын-сауық платформасында бізді міндетті түрде көріңіздер, сілтемелерге өтіңіздер, міндетті түрде таратыңыздар кәдімгідей. Я бізді боқтай берсін. Бізге күшті сауаптар жазылып жатыр. Так что солайнан бізбен бірге болғандарыңызға көп-көп рахмет. Келесі кездескенше. Все.